Алматылық өнертапқыштар автокөлікке арналған жанармай үнемдейтін құрылғы ойлап тапты. Олар тың аппаратты түрлі сынақтардан өткізіп, тиімділігіне көз жеткізген. Қозғалтқыштың қуатын арттыру арқылы жанармай үнемдегіш жабдыққа қазір көрші Ресейден де тапсырыстар түсіп жатыр. Өйткені құрылғыны бензиннен бөлек газ және дизельмен жүретін көліктерге де орнатуға болады. Амангелді Сейтханның материалы. Шоқан мен Тимур жаңа құрылғыны ойлап табуға 2 жыл тынбай еңбек етіпті. Олар дегіш жабдықты былтыр жаз айынан бастап сынақтан өткізе бастаған. Шетелден ешбір бөлшегі әкелінбеген дүние. Көбінесе стартап дегенде шетелден әкеп, оның қорабын өзгертіп, немесе бетіндегі жазуын өзгертіп, мен шығардым дейтін бар ғой. Аппарат өте қарапайым принциппен жұмыс істейді. Оны аккумуляторға қоссаңыз, көлікке қосымша күш береді. Желающим мы даем возможность убедиться. Бұл құрылғының сапа сертификатын алдық, яғни көлікке ешқандай зияны жоқ деген анықтамамыз бар. Сондықтан қолданып көруге қорықпау керек. Өйткені біз бірнеше рет сынап, нәтижесінде 8-ші моделін ғана сатылымға шығарып жатырмыз. Очень сильно уступает. Алматыда қазір жаңа құрылғыны 50-ге жуық көлік орнатып алған. Алғашқы қолданушылардың бірі Рахат Файзоллаұлы. Ол күніне 70 шақырымдай жол жүреді. Айтуынша, аппаратты салғалы жанармайға кететін қаржы шығыны азайған. Үлкен жолда, магистральды жолда келе жатқанда байқағаным менің. Шамамен сол 12-ден 15%-ға дейін үнемделетін. Қондырғыны өзімізден бөлек көрші ресейлік жүргізушілер де сатып алыпты. Мұны байқаған мәскеуліктер қызығушылық танытып, өнертапқыштармен кездеспекші. Енді қазақ жігіттері ойлап тапқан құрылғыны алушылармен келісімшарт жасап, сырт елдерде сатуды жоспарлап отыр. Амангелді Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.